Ақжар ауданының әкімі Қанат Қалиев өзі басқарып отырған ауданның 2021 жылғы әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерін қорытындылап, биылғы басты жоспарларымен бөлісті. Өткен жылдың қорытындысы бойынша ауданда ауыл шаруашылығы өндірісінің көлемі 49 миллиард 683 миллион 500 мың теңгені құраған, ал тартылған инвестициялар көлемі 8 миллиард теңгеге жуық. Ауыл шаруашылығынсыз бәсекеге қабілетті экономика құру мүмкін емес. Ақжар ауданында бұл салада даму қарқыны байқалады. Мәселен, былтыр ауыл шаруашылығында өндіріс көлемі 49 миллиард 683 миллион теңгені құрады. Өткен орақ науқанында ауа райының қолайсыздығына қарамастан әр гектардан 11,3 центнер өнім алынды. Өнімнің жақсы шығуы минералдық тыңайтқыштарға да байланысты. 2021 жылы 8.995 тонна минералды тыңайтқыштар алынатын болса, биыл 9.210 тонна минералды тыңайтқыштар алынды. Және де ол тұқымға да байланысты. Тұқымдардың жаңа элита тұқымдардың алуға 2021 жылы 1899 тонна алынатын болса, 2022 жылы биылғы 1313 тонна алынды. Және де бұл тұқымдарды жыл сайын біз жаңартып отырамыз. Ауданда мал шаруашылығы да жақсы дамып келеді. Бүгінде бұл салада маңызды инвестициялық жобалар жүзеге асырылып жатыр. 2021 жылы ауданға Батыс Еуропа елдерінен 1202 асыл тұқымды ірі қара сатылып алынған. Былтыр ауданда жолдарды жөндеу жұмыстарына 1 миллиард 3 миллион теңге бөлінді. Сонымен қатар еңбек мемлекеттік бағдарламасы бойынша жалпы сомасы 64 миллион теңгеге 8 үйдің құрылысы жүргізілген. 1327 адам жұмыспен қамтылған. 2022 жылы 1051 адамды жұмысқа орналастыру жоспарланып отыр. 2021 жылы бюджеттен сумен жабдықтау саласына 5 жобаға 131 миллион теңге бөлінді. Олар Ленинградский селосында 2 су сақтау құбыры орнатылды, және де 13 километр су құбыры тартылды. Талшықта 57 су тұтқасы ауыстырылды. Сонымен қатар 13 километр Ленинградский мен Киевский ауылдарында су құбыры салынды. Осының нәтижесінде 230 үй су құбырына қосылды. Биыл 4 су тазарту пункттерін күрделі жөндеу жұмыстарына 10 миллион теңге аудандық бюджеттен қаржы бөлінді. Былтыр Ақжар ауданда ауыл ел бесігі жобасы бойынша Талшық, Ленинград және Май мектептерін жөндеуге 342 миллион 168 мың теңге бөлінді. Аудан әкімінің айтуынша, білім беру мекемелерінде әлі де шешімін таппаған мәселе жеткілікті. Мектептердің жылу жүйесін, шатырларын жаңарту керек. Аяулым Жолмұқанова, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі.